Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздермен сарымсақты нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалуы да дайындалуы да өте оңай, өте дәмді, керемет шығады. Ең алдымен нанымызды турап аламыз. Сосын укропты да ұсақтап турап аламыз. Турап болғаннан кейін еріп тұрған сары майымызға укропымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында қатты еріп тұруы қажет, сонда жақсы араласады. Сосын сарымсақтарымызды шеснокодовкадан өткізіп аламыз. Сарымсағымызды да ыдысымызға салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін сарымсақты массамызды нанымызға біркелкі қылып жағып шығамыз. Сарымсақты нанды жиі жасап тұруыңызға кеңес беремін, өте дәмді, керемет шығады. Нандарымыздың барлығын табамызға салып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің нанымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын.